Тух, осы мектеп дегенді кім шығарды екен? Мына есептің кімге керегі бар? Өмірде не қажеті бар? Түк түсінбейтін есептерді неменеге кітапқа жазып қояды екен өзі? Мына ұзын мәтінді оқығанша ішің пісіп кетеді ғой. Бір сөйлемнің соңына жеткенше аяғын ұмытып қаласың. Кітапты ұйықтау үшін шығарды ғой деймін осы. Оқи бастасаң ұйқы келеді. Құрсыншы, ұйықтап алайын одан да. Озғандарға жету керек, жеткендерімізден озу керек. Дүниенің төріне тырмысқандар төрден орын алып жатыр. Тырмыспағандар есікте қалып жатыр. Есікте қалмай төрге тырмысалық. Басқалар төрге қалай бара жатқанына қарап, біз де солардың істегенін істейік. Кім кімге болса да, осы заманда өнер, ғылымнан артық нәрсе болмас. Өнер, ғылым білген кісі азбайды да, тозбайды. Қай жерде, қай уақытта болса да өнерпаз, ғылымы бар адамдар күнін көреді. Сол себепті біздер қазақ халқымызға ақыл қылып айтамыз. Медресе салып, балаларын оқуға беруге. Біздің қазақ мәдениет жолында кейін қалған. Оны ілгері бастыру үшін көп күш керек. Бұл ғылым күші. Біздің қазақ надандық қараңғылығында тұр. Оған нұр керек. Бұл ғылым нұры. Ақиқатты тануға, тереңнен сөйлеуге, бойына біткен зеректіктің үстіне Абай әртүрлі Европа білім иелерінің кітаптарын көп оқыған. Қай ел болмасын, шаруасы өркендемей, ғылымы мен пән өнері марқаймай, терезесі тең ел болмайды. Басқадан кем болмас үшін білімді, бай һәм күшті болуымыз керек. Білімді болуға оқу керек, бай болуға кәсіп керек, күшті болуға бірлік керек. Осы керектердің жолында жұмыс істеу керек.